Сәлем, сіздермен Ұлданай. Бүгін сүтті қыздың оригинал рецептімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, өте әдемі. Міне келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арнайы осылай пісіріп, дастарханыңызға ұсынсаңыз, немесе бір кісінің үйіне қонаққа барсаңыз, дәл осы тортты жасап апарсаңыз, міндетті түрде барлығы таңғалатын болады. Дәмі деген тіл үйреді. Ал кірісейік. Бізге осындай таза ыдысымызға майымызды салып, үстіне жұмыртқамызды жарып құятын боламыз. Менің қолданатын сгущенкам осындай үлкен баклажкада аламын. Өте қою. Бұл Ресейдің шығарып жатқан продукциясы. Міне осы жарты баклажкасын құятын боламын мен. Егер сізде темір қалбырда болатын болса, бір немесе 1,5 бутылкасын құйсаңыз болады. Себебі 1,5 бутылка сгущенка құятын болсаңыз, осы сүтті қызымыздың тестасы, яғни қамыры, корждары жұмсақ, үлпілдеп, әдемі пісуіне септігін тигізетін болады. Енді осы қоспамызды, жұмыртқамызды, сгущенка майымызды жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне, бір келік масса шықты. Бізде майымыз барлығы ерді. Енді ұнымызды алып, мен разрыхитель, яғни қопсытқыш қоспаймын. Бұл сүтті қызға осы міне 1 чайный ложка ас содасын қолданамын. Осылай ұнымызға жақсылап араластырамыз да, осы ұнымызды бірден барлығын електен өткізіп, бірден қосып жіберетін боламыз. Менің осы түсіріп жатқан каналым, видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып кетіңіз. Тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліңіз. Осы түсіріп жатқан видеоларым сізге көмегін тигізеді деген сенімдемін. Міне барлығын жақсылап миксерледік. Дәл осындай жылтыр, әдемі, қатты сұйық емес, қою емес, осындай масса шығу керек бізде. Енді міне осындай ыдысымызды аламыз. Бізге форма. Менде форма ең үлкені 28 сантиметрлік. Тортыңыз биік әрі әдемі көрінсін десеңіз, 22-24 сантиметрлік осындай арнайы ыдыстың формасын қолдансаңыз болады. Міне осындай қағазымызды алып, пергамент қағазымызды алып, өлшеп кесіп аламыз. Ең оңай тәсіл сіздерге лайфхак. Ручкамен сызып, өлшеп жатудың қажеті жоқ. Осы торттың ыдысын бетіне қағазды қойып, міне үстіне қысқышты бір рет қысып аламыз. Сол кезде міне форманың ізі түсіп қалатын болады. Дәл осы ізге міне 2,5 ас қасық немесе 3 ас қасықтан жаңағы коржымыздың тестасын алып, жақсылап бір келкетіп осы қағазымызға жайып шығатын боламыз. Менің каналымда басқа да торттың түрлері өте көп. Кіріп көрсеңіз болады. Осылай барлығын жайып пісіріп алатын боламыз. Менде осылай осы қамырдан, тестадан 6 штук корж шықты. Егер сіздің торт пісіретін ыдысыңыз менікінен кішкентай болса, онда 7-8 корж шығуы мүмкін. Ол кезде сіздің тортыңыз биік, өте әдемі көрінетін болады. Коржымызды ең алдымен 5 минутта 210 градуста пісіріп, одан кейін 20 минутта 190 градуста пісіріп аламыз. Ал енді креміне мен 33% сливки Чудское озеро қолданамын. Одан кейін творожный сыр. Және де сахарная пудра. Енді осы үшеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Ең алдымен сіздерге айтарым. Мына ыдысымыз
тап-таза болу керек. Ішінде бір тамшы су болмау керек. Міне сливкімен жұмыс жасаған кезде көбісі айта бермейді, мен сіздерге айтайын. Мына бір күн тоңазытқышта тұру керек. Міндетті түрде салқын түрде барлық затты қолданатын боламыз. Мен тіпті мына ыдысымның өзін тоңазытқышқа қойып мұздатып аламын. Осы сливкимізді енді миксермен жалғыз өзін шамалы қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Бұл жерде креміміз шықпайтын болады. Сол үшін барлық затты тек қана салқын күйінде қолданамыз. Қою болды сливкиміз. Енді үстіне творожный сыр қосамыз. Мен мына жерде үлкен ас қасықпен шамамен 2 ас қасықтай қостым. Үстіне сахарный пудрамызды қосып, енді үшеуін миксерлейміз. Сізге тағы да бір кеңес, лайфхак. Осы сливкиді көп миксерлеуге болмайды. Шамамен 3-4 минут одан асып кетсе, кілегейдің майы шығып кетеді. Ал мына енді корждарымыз пісті, дайын болып шықты. Сізге тағы бір лайфхак. Ешқашан осы молочная девочка тортының корждарын бір-бірінің үстіне қоймаңыз. Себебі жабысып қалады. Бұл торттың корждары өте жұмсақ, нәзік, үлпілдек, жабыспақ болып тұрады. Сол үшін жабысып қалса, бірінің бетін бірін жұлынып кетеді. Енді осылай міне ақырындап шетінен бастап қағаздан ажыратып аламыз корждарымызды. Сізге тағы бір лайфхак айтайын осы тұста. Егер корждарыңыздың асты жабысып қалған болса, міне шет-шетін осылай өткір жіңішке пышақпенен кесіп ішіне қарай пышағыңызды кіргізіп, айналдыра кесіп шығыңыз, тіліп. Одан кейін төңкеріп, міне қағазды алған кезде өте жеңіл алынатын болады. Бөлініп кетпейді. Бұл торттың капризный тестасы жабысып қалуы мүмкін. Әрбір қағазға бұл тұра бермейді. Көбінде жабыспақ болып келеді бұл торттың корждары. Тағы бір рет көрсетейін. Коржды алып, жан-жағын пышақпенен тіліп шығасыз да, коржымызды теріс қаратып, қағазын бетінен алып аламыз. Енді дайын болған коржымызды осылай бір формада жан-жағын барлығын пышақпен кесіп алатын боламыз. Бұлай істеу міндетті емес, бірақ осылай жасасаңыз, жан-жағындағы артық қамырларды алып тастасаңыз, дөп-дөңгелек әдемі бір тегіс болып шығады. Енді кремімізді жағып, тортымызды сәндеп өз қалауыңыз бойынша холодильникке 1-2 сағатқа қойсаңыз жетіп қалады. Бұл торттың корждары өте нәзік, айттым жаңа. Сол үшін кремінің сіңуі де өте тез болады. Торттың кремін жақсылап жақтым, холодильникке 2 сағатқа ұстадым. Енді жан-жағын оформлениясын жасаймыз. Мен жаңғақ бар ғой, сол жаңғақты жақсылап оқтауменен езіп алдым. Жан-жағына осылай жағып шықтым, жабыстырып. Үстіне оформлениясын өз қалауыңызша ас болсын жасап көріңіз. Міндетті түрде осы рецептпен жасасаңыз, оригинал сүтті қыз тортын жейтін боласыздар. Ал ас болсын.